Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Үрбіш Әмір. Бүгін каналымызда перловка сорпасын дайындаймыз, яғни інжу арпасы. Бұның құрамында талшық пен көптеген амин қышқылдарға бай, яғни сіздің теріңізге, шашыңызға, сүйегіңізге тигізер пайдасы мол. Сонымен бізге керегі ет, менде жылқының еті, кез келген сиырдың, қойдың етін пайдалана берсеңіздер болады. Міне осылай видеодағыдай ұсақтап турап аламыз. Егер де пияздарыңыз үлкен болса, бір дана пияз жетеді, оны да ұсақтап тураймыз. Жалпы сорпаны дайындап жатқаннан кейін, оған қаншалықты пияз көп қоссаңыздар, соншалықты жақсы. Сорпасы сондай дәмді болып шығады. Одан кейін бір дана сәбіз, оны да ұсақтап тураймыз. Жалпы сәбізді тура өз еркелеріңізде, енді менің үйімдегі балаларым онша ұнатпайтын болғандықтан осылай майдалап турап жіберемін. Картоптарды да аса ірі етпей, кішкене көлемде турап шығамыз, кубик тәрізді етіп. Қазанымызға 2-3 қасық сұйық майды құйып, қызғаннан кейін етті салып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Не осылай қызарып, еттері кішкене кішірейіп бастайды. Осы кезде пияз бен томат басасын немесе қызанақ қоссаңыздар болады қызарту үшін. Осылай қосамыз да, енді шамалы 3-4 минуттай қуырамыз. Суын құямыз. Сіз қанша адамға дайындап жатсыз, соған қарай судың мөлшерін көбейте бересіз. Аздап тұзды қосып, қайнағанша бетін жауып қоямыз. Қайнап шыққан соң кішкене осылай көбіктері шыға бастайды. Мен міндетті түрде оларын алып тастаймын. Және 1-1,5 сағатқа баяу отқа қоямын, себебі менде жылқының еті болғандықтан оның пісу процесі ұзақтау болады. Одан кейін картоп пен сәбізін саламыз. Перловканы да осы кезде қосамыз. Бұны алдымен жақсылап жуып тазалап алуымыз керек. Яғни мен 4-5 қайтара шаюларыңыз керек. Суы мөлдір болғанға дейін. Жақсылап тазаланып болғаннан кейін ғана сорпаға қосыңыз. Енді барлығы толықтай піскенше, баяу отта 1-1,5 сағатта пісіреміз. Жай отта қайнатамыз. Рассольник деген сорпа бар, осындай перловкадан жасалынатын, оған тұздалған қияр қосады. Егер де тұздалған қияр қосқыларыңыз келсе, дәл осы піскен кезінде оны ұсақтап турайсыз. Осы ыстық қазанға салып, бетін 5-10 минутқа жауып қойсаңыз, тағамыңыз дайын болады. Біз тұздалған қияр қосқанды онша ұнатпаймыз. Осымен біздің сорпамыз дайын. Осындай ағзамызға пайдалы, құнарлы тағамдарды отбасыңызға жиі дайындап беріңіздер. Мынау мен жоғарыда тұрған Instagram парақшам, оған да тіркеле кетіңіз. Себебі күнделікті стористе асханаға қатысты лайфхактар, YouTube каналымда жоқ, рецепттермен бөлісіп тұрамын. Бір жасағаннан шығатын құймақ дайындаймыз. Біз бұны айраннан дайындайтын боламыз. Осындай жұмсақ, ажурный болып шығады. Сондықтан видеоны көруге тек 2 минуттарыңызды ғана аламын. Айранмен құймақ жасау жолын көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл жерде бізге керек заттар барлық құрамын төменде тағы да описаниясын белгілеп қойдым. Сонымен әуелі 2 жұмыртқаның үстіне құм шекерді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Мен ұзақ уақыт араластырамын, қанты шамалы ерігенше. Енді айранға осы жерде сода қосып аламыз. Бір араластырып жіберсек 3-4 секундта өзі көпіршіп шыға келеді. Айран бөлме температурасында болу керек. Егер де салқын болса, микроволновкаға салып кішкене жылытып алыңыз. Енді айранымызды құямыз. Аздап тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне сұйық май құямыз. Тағы да шамалы араластырамыз. Қайнап тұрған ыстық суды салманы араластыра отырып құямыз. Оның барлығын електен өткізіп саламыз. Әркімнің ұны әртүрлі. Егер де сізде қою консистенция болып қалса, ештен кетпейді, үстіне шамалы ыстық су құйып жібересіз. Енді іртігі жазылғанша, бір қалыпты масса болғанша жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйық масса болу керек. Табаны қыздырамыз, от орташа немесе орташадан сәл жоғары отта пісіреміз. Блинчикке арналған табалар кішкене жұқа болады, сондықтан орташа отта пісіремін.
құймағымыздың жан жағы сарғайып бастағанда ақырындап алуға ыңғайлы болу үшін өзіңіздің икеміңізге қарай екінші бетіне қарай ауыстырасыз. Екінші беті өте тез піседі. Осылай әрі қарай жалғастырып пісіріп кете бересіз. Мынау салманы әр құятын кезде ожауыңызбен араластырып отырыңыз, себебі қою болып түбіне тұнып қалады. Егер түбіне тұнып қалса қою болып ештен кетпейді, үстінен тағы да ыстық су құйып жібересіз. Содан кейін әр пісіп шыққан ыстық құймақтың бетін, әсіресе шеттерін осылай сармаймен жағып шығамын. Сонда ұзақ уақытқа дейін өзінің жұмсақтығын сақтап тұрады. Осымен біздің жұмсақ, нәзік, айранмен жасаған құймағымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерде де бір жасағаннан шығады. Құрметті көрермендер, егер де сіздерге видео рецепт ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырды ұмытпаңыздар. Поделиться етіп, достарыңызбен де бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмір, келесі видеода кездескенше.